Сәлем достар, біздің отбасы каналға қош келдіңдер. Сәлем достар, мен Әділет және әкем. Ал достар, бүгінгі видеода мына ашты рамендарды жейтін боламыз. Бізде Әділет ашты жегенді жақсы көреді, өте қатты жақсы көреді. Әділет, сен жасың қаншада? 7. 8-ге толды Әділет, уже жақында ғана 8-ге толды. Бірақ кішкентай балаларға ащы жеу зиян, әділет. Анда-санда Әділет ашты рамендарды, роллтондарды жегенді жақсы көреді достар. Бізбен бірге болыңыздар. Көрейік, суын жек. Барлығын құйып алдық, соусын қараңыздар. Бірақ осы соустың иісі күшті болып тұр, Әділет жегісі келіп тұр. Не терпится болып. Біз қайнатып жатырмыз. Достар, аппетитно выглядит. Әділет мына жақта аузынан су ағып тұр. Ал енді бастайық. Ал кәне, Әділет бастайық жеді. Қалай болды екен? Ашты шығар, Әділет? Кім көп жейді екен? Сен аштыны жақсы көресің ғой. Өзің не деген өзің? Әділет сала аласың ба? Салып берейін ба? Қазір папа салып береді. Өзің ғой, мен өзім саламай жатырмын ғой. Рамендарың аппетитный. Бір сковородканы екеуін ғана жейсің ба сонда? Кім көп жейді екен? Папа бізде ащыны көп жақсы көрмейді. Әділет жақсы көреді. Әділет көп жеп қояды ғой деймін папасынан бұрын, Дөни? Салып берейін ба? Сала бер. Екеуін сала береміз. Болды, осыны бір жеп ала ғой. Бірінші. Артынбай созу керек. Төте болды, қиып сейміз. Қойсыңшы? Қиысың. Ала. Димон қызықтыр. Ал енді бастаймыз. Әділет. Дайынсың ба? Ал кеттік. Естілеген. Ашты. Не деген ашты? Қайып жеп отырсың, Әділет? Ашты кем. Слишком ашты ғой. Слишком ашты ма? Не керек саған? Су ма? Су әкеп беретін кісілер бар ма екен бізге? Су. Димаш, су әкеп бер бізге. Сонда да жейді ғой Әділетші, аштыны жақсы көрсе де. Аузы ашып кетсе де, сонда да жей береді. Әділеттің реакциясына лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Кім қаншалықты жейтінін көреміз. Папа көп жей ма, жоқ Әділет көп жей ма ащы раменді. Маған су, маған су. Әділет. Бірақ салады екенсің сен, Папа қалып қалатын сияқты ғой что-то. Әділет прям асап жеп жатыр. Негізі балаларға ащы жеу зиян. Әділет, олай жеуге болмайды, Біз анда-санда ғана жеп қояды Әділет. Зато ішіміздегі микробтарды, құрттарды өлтіру үшін, Дөни? Жарысып отырады, Дөни. Папасы көп жеп қоймасын деп. Аузы ашса да.
ашты. Мені жасағайын деп кетті. Папамыз онша жей алмайтын сияқты ма? Или жоқ тауысайын деп қапты тоже. Әділеттің мұрнын терлеп кеткенін қараңыздар, достар. Жаным. Бітті. Бірінші порциясын бітіріп тастады Әділет. Әділет пока алдыда келе жатыр. Папамыз әлі бітірген жоқ. Вилкамен сал, вилкамен. Ашты кен. Аштың екен? Тілім ашып кетті. Су іше ғой. Су бітқап, су ал келіңдер. Бекош су әкеп бер. Сонда да жегің кеп тұр ма, Дөни? Қайтпайсың ба? Жеңілмен. Жеңілгің келмей ма? Иә. Әке бәрібір мықты ғой. Папамыз екінші порциясын алып жатыр. О, уже Әділет тойыпты уже. Жауан ақ тілім ашып отыр. Тілім ашып. Әділеттің аузы шыдамай, сүт құйып бердік Әділетке. Бірақ сонда да қайтпайым дейді. Әкемнен озып кетем дейді. Папамыз әрең жеп отыр, ашыны жақсы көрмейді екен. Мұрнын терлегенін қараңыздар. Күшті болды ма аузың сүтпен? Иә. Басылды ма? Иә. Еще сүт суық күшті. Ал достар, біз көп жей алмадық. Ашты екен, өте ашты. Әділет 2 тарелкасын тауысты, мен 1,5 тарелканы әрең тауыстым. Рәмем ұнайды. Күшті видео сүрдік. Дәмді болады бүгін. Ал достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазыңдар. Сіздер де егер осындай жасасаңыздар, өстіп жасап пішіп көрсеңіздер болады. Бәрі бір кастрюльге салып, дәмі өте күшті. Еще ашты. Ашыны жақсы көреді, иә, Әділет? Иә. Достар, видеомыз ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, және каналға тіркеліп кетіңіздер. Келесіде қызықты видеоларды біз көптеп түсіретін боламыз. Пока-пока. Сау болыңыздар.